сен ораза ұста, сен қажылығы барып қажылығыңды өтеп кел, бірақ әкеңді, анаңды разы қылмасаң, оның біреуі де қабыл емес дейді. Сендердің ең бірінші бақытты болатын нәрселерің, болашақта бақытты боламыз десеңдер, бірінші әке мен анаңды сыйлау керек. Неге? Өйткені олар біреуде бар, біреуде жоқ. Біреуде оның біреуі бар, ал кейбіреуде оның екеуі жоқ. Алтынның қадірі жоқ, қолда бар да, өкінеміз қолымызда болмағанда деп атам қазақ тек айтпаған. Сендерді 9 ай 9-ын көтерген анаң, басқалардан кем болып қалмасын деп мектепке жетектеп апарғанда әкең мен анаң. Мектептен таяқ жеп балдардан төбелес келген кезде сен үшін сенің артыңнан барған әкең. Ал біз қазір қандаймыз жастар? Аспаннан түскен сияқтымыз. Болмашы нәрсеге әке мен анама ауыр сөз қайтарамыз. Қойшы анам, қоя салшы дейміз. Бірақ білмейміз, сендер кішкентай кезінде бір сұрақты 10 рет қойған кезде анаң сенің 10 рет жауап берген. Түнде шырылдап сен жатқан кезде сені емізу үшін түн ұйқысыз көріп берген әкең мен анаң. Бұл қамсының шалындай қысқа ғұмыр өтеді кетеді. Егер сендердің ертең ұрпақтары жақсы болсын десеңдер, әкең мен анаңды сыйлаңдар. Егер сендерді әкең мен анаңды сыйласаңдар, сендерді сыйлайтын перзентті Аллах тағала дүниеге әкеліп берді. Енесін де, атасын да құрметтеу керек. Баланың жәннаты әкесі мен анасы, әйел адамның жәннаты күйеуі. Жәннаттарың бар ма? Қызмет етіп қалыңдар. Мүмкін сен кедей шығарсың, мүмкін сенің баспанаң жоқ, квартирада жүрген шығарсың, бірақ сенің әкең бар, анаң бар. Сұрауы, судың да бар, тастың да бар, дүниені қуған қараға қашқын болар. Барымда ата-анаңды сыйламасаң, жігіттер дүниенің астында қалды. Мұқағали ағамыз айтады, пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, қиясың-ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жақ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркілі, пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз-ау, ай кетеміз, пендеміз, ұрпақтарға беремізде кезекті, біз кетеміз, кетуші келгеніміз дейміз. Қамшының сабындай қысқа ғұмыр өтеді кетеді. Ата-ананы сыйлап қал, ағайын тума-туыспен араласып қал. Қазір барлығымыз дүние деп туғанымыздан безіп жатырмыз. Дүние деп туған ағасы інісін өлтіріп атқан заман. Табылды досым айтады, адамдар мол байлықты тек кездейді, ақшаңды миллионға, миллиардқа жеткізмейді. Сенімен жаппайын о дүниеге, соң түгіл соғырды өткізмейді. Сумажал қайыршы емес тыйым сұрар, бір күні қожаңды бұйымшылар. Ең басты нәрселерің әкелері мен анаңды сыйлаңдар. Сенің анаңа деген махаббатың әйеліңе ауысып кетпесін дейді. Ананың орны бөлек. Жастар көбісі үйленеді, үй болады, бөлек шығып кетеді. Болмаса әкесінің анасының сөзін көтере алмайды, қарты қиған кезде қарттар үйіне алып барып жатады. Ол ешқашан да разы болмайды. Алланың алдында да, атамның алдында да оның ешқандай дәрежесі болмайды. Сендер сөйлеп ата-аналарды апарып тастасаңдар дейді, қарттар үйіне, сендердің балдарың да сендердің дәл солай апарып тастайды дейді. Біздің басты бақытымыз әкеміз бен анамыз солар аман болсын. Әрқашанда соларға қызмет етіп қалуды баршамызға нәсіп етсін. Ағайын, артық айтсам кінә тақпа, атайық, намаз оқып рахатқа, өмірден жас та өтер, кәрі де өтер, бәрі бекер, себебі берілген тірлік бізге прокатқа.